кате соғылған телефон. Мейіржан Әуелханұлы. Үнемі қате түсіп кеткен телефондарды қабылдап жүретінем. Бұл жолы да дәл сондай бір номерден телефон келді. Әке, мен сені қатты сағындым. Тезірек келсеңізші. Әке! Тұтқаның ар жағында кішкентай қыз баланың дауысы. Сәл күлімсіредім. Балақай, нөмірді қате теріп тұрсың. Телефонды жақтым. 4 жасар ұлым бар. Нағашыларының ауылына кеткен. Мыңдаған, миллиондаған шатасулардың бірі болар дедім де қойдым. Бірақ жағдай мен ойлағандай болмады. Ертесі күн сайын сол нөмірде сол бір дауысы дірілдеген балдырғанның үні мені мазалай берді. Айтатыны, әке қашан келесің? Сені сағындым. Осы тектес сөздер. Алдафоным тағы сайын жөнелді. Сол номер. Мен бірден басып жібердім. Қайта дамылсыз келе берді. Ақыр шыдамым таусылып, телефонды алдым. Әке, мен сені қатты сағындым. Мен қатты қиналып кеттім, әке. Сені қаншалықты сағынғанымды білесің бе? Анамның айтуынша, бұл сенің жаңа нөмірің екен. Қателесуім мүмкін емес. Анам сені жұмыста қарбылас дейді. Шешем маған күндіз-түні қарайды, шаршады. Әке, сенің бізді бағу үшін қиналып жұмыс істеп жүргеніңді білемін. Егер мені көруге қолың тимесе, тым болмаса телефонда мені сүйіп қойшы. Бетімнен, көзімнен, құлағымнан. Мен оның бетінен, көзінен, құлағынан шөпілдетіп сүйе бастадым. Сүйіп жатырмын деп айтып жатырмын. Рахмет. Әке, мен қатты қуандым. Бақыттымын. Үзіліп айтылған сөзден кейін телефон үзіліп кетті. Бір сағат өтпестен кейін әлгі нөмірден қайта телефон келді. Бұл жолы кішкентай қыз емес, үлкен адам, баланың анасы сияқты. Кешіріңіз, мырза, осы біраз күннен бері сізді қатты әуреге салдық. Шынымен сізден кешірім өтінем. Балам туғаннан бақыттысыз. Аққан ауруына душар болды. Әкесі жақында ғана жол апатынан қайтыс болған. Бұл қаралы хабарды оған айтуға дәтім бармады. Өйткені оның жалғыз үміт әкесі еді. Әкесі оны қатты жақсы көретін, және оған көп ақыл айтып, үнемі жігерлендіріп, бүгінге дейін жалғастырып келген. Әкесі жоққаннан кейін ол үлкен азап ішінде қалды. Ақыры қызымның зарына шыдамай оған нөмірлерді бейберекет жазып, осы әкеңнің нөмірі деп беріп ем. Бірақ жалғанып кетеді-ау, біреулердің мазасын аламау деген ойымда болмапты. Үні бәсең тартып, өксіп жылағаны білініп тұр. Үхілеген күрсінісінен оның ауыр халде тұрғанын ішім сезді. Қызыңыз тәуір ме деп сұрадым мен. Ол кетті. Мені жалғыз тастап әкесінің жанына кетті. Сіз оны телефонда сүйіп болғаннан кейін әкесінің даусын естіген телефон тұтқасын қатты қысып, күлімсіреген күйі аттанып кетті. Жүрегім езіліп кетті. Не айтарымды білмедім.